асыраушысынан айырылғандардың жәрдемақысы 14,5%-ға өседі. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Егер хабарда толық білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. 1 қыркүйектен бастап асыраушысынан айырылған азаматтардың жәрдемақысы 14,5%-ға өседі. Бұл ұсынысты мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 8-ші сайланған қаралы парламентінің 1-ші сессиясында хабарлады. Асыраушысынан айырылған азаматтар назардан тыс қалмауы керек. Осы орайда үкіметке аталған санаттағы азаматтардың жәрдемақысын орта есеппен 14,5%-ға көбейтуді тапсырамын. Мұны биылғы 1 қыркүйектен бастап қолға алу қажет. Қазақстан біздің аймақтағы осындай әлеуметтік жәрдем беретін жалғыз мемлекет деуге толық негіз бар, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Бізді бақылауды жалғастырыңыз. Арнамызға жазылып, бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Сау саламат болыңыз.